Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттер бар. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызға салсаң еритін, столымыздың сәнін келтіретін кереметтей буфи-пай пирожниларын жасау жолымен бөлістім. Ең алдымен бізге сметана қажет. Мен осыны сметана пайдаландым. Қанша граммнан қосатынымыз описание бөлімде жазулы тұр. Сметанамызға содамызды қосып араластырамыз. Реакция жүреді. Құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен ұнымыз бен какаоымызды електен өткіземіз. Разрыхлителімізді қосып араластырамыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді салып миксерлейміз. Ақ пена болғанша миксерлейміз. Массамыз 2 есеге ұлғаяды. Алдын ала дайындап алған сметанамызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Құрғақ заттарымызды қосамыз. Бірден қоспаймыз. Құрғақ заттарымыздың бәрін қосып миксерлеп аламыз. Тестамыз дайын, көп миксерлеудің қажеті жоқ. Дайындап алған тестамызды арнайы кондитерлік пакетімізге құямыз. Кондитерлік пакетіміздің басын кішкене қайшымен қырқып аламыз. Листімізге құйып шығамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Дөңгелек етіп құйып шықтық барлығын. Тесталардың бәрін құйып алдым. Енді пісіріп аламыз. Пісіріп алдық. Қоржықтарымыз дайын. Енді суытуға қойдым. Қоржықтарымыздың бәрін біріктіріп көреміз. Егер бірдей болмай шықса, арнайы кондитерлік магазиндерде осындай формалар бар. Осындай формаларға салып, дөңгелек етіп істеп алсаңыздар болады. Барлығын біріктіріп алдым қоржықтарымды. Енді кремін дайындаймыз. Бізге творожный сыр мен сливки қажет. Міндетті түрде холодильникте 6-7 сағат тұру қажет. Ең алдымен творожный сырымыз бен қантымызды немесе сахарный пудрамызды қосып миксерлейміз 1 келкі болғанша. Бір келкі болды. Енді сливкимізді құямыз. Жақсылап миксерлейміз крем болғанша. Креміміз дайын, өз қалпын ұстап тұр. Арнайы кондитерлік пакетімізге өз басын қайшымызбен қырқып, насаткамен, осылай насатка пайдаланамыз, узоры бар. Кремдерімізді арнайы кондитерлік пакетімізге құямыз. Пісіріп дайындап алған қоржықтарымыздың ортасына кремдеріміз жағып шығамыз. Узорымен әдемі болып шығады насаткамызбен істесек. Осылай барлығына ортасына қоржықтарымыздың кремдерді жағып шықтым. Қазақстан шоколадымызға сливкиді ертіп, пирогтарымыздың бетіне жағып шығамыз. Барлығына жағып, холодильникке 10-15 минутке қатқанша қойып қоямыз. Жаңа артылған кремімізден осылай сәндеп шықсаңыздар болады. Осымен буфи-пай пирожниларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Сатсаңыздар да,
үйде жасасаңыздар да барлық жанның көңілінен шығады. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.